Барлығыңызға сәлем, менің құрметті кішкентай ғана балақайларым. Көңіл күйлерің жақсы ма? Бүгін біз сендермен түрлі жейтін жемістеріміздің атын үйренетін боламыз. Мені мұқият тыңдаңдар және менімен бірге қайталап айтып отырыңдар. Сонымен алғашқы үйренетін жемісіміз бұл алма. Алманың дәмділігін сендер білесіңдер ме? Және ол біздің ағзамызға өте пайдалы. Бұл қандай жеміс? Алма. Алма. Алманың сендер мынандай жеміс ағашында өсетінін білесіңдер ме? Қане бұл қандай жеміс? Айта қойыңдаршы. Бұл алма. Алма. Ал мынау қандай жеміс, балалар? Бұл алмаға ұқсайды, бірақ бұл жемістің аты алмұрт. Алмұрт. Міне, бұл да алма секілді біздің ағзамызға өте пайдалы. Егер бұл жемісті жейтін болсаңдар, сендер үлкен әрі дендерің сау болып өседі. Алмұрт. Алмұрт. Ал мынау жемістердің ішіндегі ең дәмдісі, әрі қышқыл болып келеді. Бұл шие. 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 Бұл да үлкен ағашта өседі. Өзі алмаға қарағанда кішкентай болғанымен, мұның да адам ағзасына пайдасы өте зор. Келесі үйренетін жемісіміздің аты бұл жүзім. Жүзім өте ұсақ болып келетін, шиеден де ұсақ болып келетін өте пайдалы жемістің түрі бұл жүзімдіктерде өседі. Жүзімнің де бірнеше түрлері бар, түстері де әртүрлі. Ал мынау бәріміз жақсы көретін бұл банан. Бананның мынандай ағашта өте көп болып өсетінін сендер білесіңдер ме? Бананның тәттілігін сендер мен айтпай-ақ өте жақсы білесіңдер. Банан. Банан. Міне, әзірге үйренетін жемістеріміздің түрлері осындай. Сонымен бүгін қандай жеміс түрлерін үйрендік? Қайталап шығамыз ба? Алма, алмұрт, шие, жүзім, банан. Жақсы балалар, әзірге осы жеміс түрлерін жаттап алыңдар. Келесі жолы мен сендерге басқа да жемістің түрлерін үйретемін. Ал қазірше сау болыңдар.